Менің арнама жазылып, достарыңызбен бөлісіп, видеоларымды лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай қуырылған манты, яғни хушаны деп аталатын мантының рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен мен ұн алып алдым. 500 грамм ұнды мен електен өткізіп алған ұнның үстіне 200 грамм жылы су құйдым. Және үстіне 4 грамм дрожжымды және сәл ғана қантымды салып 5 минуттай күттім. Содан кейін барып қана тұзымды, қаймағымды және бір жұмыртқаны осылай араластырып алып, тек қана жартысын осылай құйдым. Енді осының бәрін араластырып, әбден жақсылап тұрып қамыр илеймін. Қамырды осылай 1-2 минуттай илеп, кәдімгі әбден иін қандырып аласыздар. Содан кейін оны мешокке салып, осылай бір 30-40 минуттай демалдыруға қойып қоясыздар. Енді мен содан кейін етімді алдым. Еттің кішкене мұздатқышта мұздап қатып тұрғаны жақсы, кесілуге ыңғайлы болады. Осылай уақтап қана етімді, артық шандырларын кесіп тастап, етімді уақтап тұрып турап алдым. Яғни мұздатқыштан шыққан етті қатты жібімей тұрғанда осылай турасаңыздар, өте жақсы кесілетін болады. Және де 2 пиязымды алып, оны да солай уақтап турап алдым. Және ең басты ингредиент осы 500 грамм асқабақ алдым. Асқабақты егер ұнатпасаңыздар, асқабақ қоспай-ақ тек етпен, пияздың өзімен жасай беруге болады. Мен асқабақпен жасадым. Асқабақты да осылай көбіктеп уақтап қана тураймыз. Барлығын немізге, начинкамызға салатын боламыз. Және де қазір осы дәмін келтіретін тұзымды, бұрышымды, кориандрымды салып, әбден жақсылап тұрып начинкамды араластыратын боламын. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуішті қосып араластыруларыңызға болады. Мен осылай әбден араластырып, фаршымды мен дайындап алдым. Енді жаңа тынығып тұрған қамырымызды алып, мен бәрін осылай бірінші сопақша осылай бөліп алдым. Себебі граммда бөлгенде ыңғайлы болу үшін. Енді осы бөлінген қамырларымды қазір 16 граммнан бөліп шығамын. граммнан бөліп қамырларымды домалақтап, кәдімгідей қолыммен тегістеп тұрып домалақтап аламын да, осылай мешочкке жинай беремін. Қатып қалмау үшін мешочкке ұн себе отырып, бір-біріне жабысып жатса ұн сеуіп жіберіңіздер. Ұн себе отырып, бәрін домалақтап алып, осылай мешокке жинап шығамын. Енді осы қамырымды осылай қолмен кішкене жан-жақтарының бәрін жайып, осылай дөңгелектеп аламын. Видеодағыдай қылып жасап, мен сіздерге қазір үшеуін көрсетейін. Міне осылай жасап алған қамырымызды осылай ұнға бір-бір батырып алып, оқтаумен шетінен ортасына қарай осылай ыса береміз. Айналдыра отырып ысып отырамыз. Шетінен ортасына қарай. Міне қамырым осылай жайылды. Енді осыған фаршымды молдау саламын. Бір үлкен қасық толтырған салсаңыздар фарш жеткілікті болады. Енді осы видеода көрсетілгендей қылып, екі шетінен бүктеп шығамыз. Мантыны осылай екі шетінен ортасына дейін әкеліп бүктейміз де, және екі шетін осылай кішкене басып, құттай формаға келтіріп жібереміз.
Міне мен барлық мантыларымды жасап шықтым. Енді қазір мен бұл мантыларды майға қуырып алатын боламын. Осылай қайнап тұрған майға кәдімгі бауырсақ сияқты қалып, осылай қуырып аласыздар. Қызарған жағын аудара отырып, барлық хошандарымды мен қуырып алдым. Міне бәрін осылай қуырып алды. Міне менің мантыларым қуырылып болды. Енді осылай мантоваркеге салып шығамыз. Жалпысында міне осылай қуырып қойғаннан кейін, егер сіздер сол бойда пайдаланбасаңыздар, морозильникке салып тастауға болады. Кәдімгі бір мешокке салып, морозильникке осылай қатырып тастаңыздар, түк те етпейді. Керек уақытында шығарасыздар да осылай мантоваркеге пісіре қоясыздар. Міне менің хошандарым пісіп шықты. Қаймақпен немесе майонезбен жесеңіздер өте дәмді болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.